Сәлем құрметті достар, менің аты жөнім Сальникова Виолетта, және қазір маған әсер еткен шығарма туралы айтқым келеді. Бұл шығарманың авторы аса көрнекті суреткер, қазақ жазушы Жұбан Молдағалиев. Оның көп шығармасы отансүйгіштік тақырыбына арналады, және олардың атақты бірі «Мен қазақпын» поэмасы. «Мен қазақпын» поэмасы қазақ әдебиетінде менің ең сүйікті шығармам. Себебі бұл поэма арқылы біз қазақ халқының бұрынғы салт-дәстүрлері, тарихы, өмір бейнесі туралы біле аламыз. Менің ойымша, бұл шығармада Жұбан Молдағалиев отанға өзінің махаббатын және біздің халқымыздың ұлттық құндылықтарын көрсетіп, жас заманауи ұрпаққа ұлы үлгі, нағыз отаншыл сияқты келтіреді. Армысыздар, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге Әзілхан Нұршайықов деген керемет қаламгердің «Махаббат қызық мол жылдар» атты кітабын ұсынғым келеді. Бұл шығарма бізге қандай сезім береді деген сұраққа былай жауап берейін. Сен осы кітапты оқыған кезінде одан көз алу мүмкін емес. Оның көптеген таңғаларлық хикаялары бар. Енді хикаяларына сүйенетін болсақ, бұл жерде бізге студенттік өмір туралы көрсетілген. Бірақ ол жай студенттік өмір емес, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі студенттердің өмірі көрсетілген. Яғни бізге олардың қандай проблемалармен кездесетінін, жалпы адамдар қандай проблемалармен кездесетінін көре аламыз. Және автор бізге оларды қалай шешу керек екендігін ұсынады. Сонымен қатар автордың тағы бір ерекшелігі ол осы кітапты өзінің өмірінен үзінділер алып жазған еді. Енді неге мен осы кітапты ұсынғанымды айтып кетейін. Ең әуелі осы кітап сізге жеңіл болып келеді. Себебі көптеген қазақ әдебиет шығармалары сізге мүмкін ауыр болатын шығар. Себебі ол қазақ тіліндегі әдеби сөздерге толы. Ал осы кітап болса, оның жеңіл сөздері, барлығы түсінікті болғандығы сізге барлық сюжетті жеткілікті ашып береді. Сондықтан мен сіздерге осы кітапты ұсынамын.